Мектеп болғандықтан әрине ол даму керек. Білім үздіксіз беріледі. Сол сияқты біздің процесімізде үздіксіз ізденіс, үздіксіз даму ол өте маңызды. Ол даму үшін әрине біз қай жерде болғымыз келеді, қалай дамығымыз келеді, не нәрсені мектебімізге енгізгіміз келеді, бұл да өте үлкен сұрақтар. Осы сұрақтың жауабы ретінде біз өзіміздің мектебімізге 2 жыл бұрын іс-әрекеттегі зерттеуді, оқу мен оқытуды жақсарту құралы ретінде енгіздік. Әрине бастапқы кезінде кедергілер болды. Ол кедергілер мұғалімдердің ашылып сөйлемеуінде, өздерінің бір-біріне деген зерттеу сұрақтарын айта алмай және зерттеуді қалай бастауды білмейтін осындай кедергілері әсер етті. Бірақ бұл кедергілерді жоюда, осы кедергілерге қарсы тұруда бізге командалық жұмыстар өз үлесін, яғни пайдасын тигізді. Зерттеу командаларының құрылуы бұл мұғалімдер арасындағы сенімді күшейте бастады. Бірлесіп жоспарлауға, бірлесіп ақылдасуға, кеңесуге, бағалауға және бақылауға келген кезеңде осы зерттеу топтарының командасы өздерінің тобындағы мүшелерді ертіп алып кетті. Бұл мұғалімдердің әрі қарай дамуына және бір-біріне деген ашықтығын білдіре отырып, сенім арта отырып, коллаборативті орта қалыптасуына үлкен пайдасын тигізді. Іс-әрекеттегі зерттеу кез келген адамға, педагогқа нені үйретеді десек, іс-әрекеттегі зерттеу бұл деген проблеманы анықтауды, сонымен жұмыс жасауды үйретеді, сонымен қатар оның шешу жолдарын қарастырады. Яғни проблеманың бәрін тиянақты, жан-жақты қарастырасыз. I think it helped for students to improve their knowledge, but I don't think that it totally, but in some way. For example, students learned how to work in a group. Also, they can easily work and do tasks, especially differentiated tasks. I really like the idea of learning through the videos and the games because I believe this makes our learning more funnier and more exciting. It also helps our brain memory.